Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Ең бірінші жұмыртқамыз бен сгущенкамызды қосып араластырып аламыз. Содан кейін сүтімізді қосамыз. Барлығын қаншадан қосу керектігін описание қалдыратын боламын. Міне дайындап қосып араластырып алдық. Енді кезекте ұнымызды қосып бастаймыз. Ұнымызды қосып отырып миксермен араластырамыз. Міне енді кезекте разрыхлительді, яғни қопсытқышты қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Және де бізде осындай болып, тесті дайын болу керек, қатты сұйық емес, орташа. Және де қызып тұрған табаға корждарымызды пісіріп бастаймыз. Асты піскенде үстінде осылай көпіршіктер пайда болады. Және де содан кейін біз келесі бетіне аударамыз. Асты осылайынан піседі. Корждарымызды пісіру барысында міндетті түрде бетін жауып пісіреміз. Және де бізде осындай корждар шықты, 6 корж шықты, дайын болды. Және де креміне келсек, біз сливкиден крем қолдандық. Бұл кремнің рецепті біздің каналда бар. Кремнің ссылкасын описание қалдырып кететін боламын, кіріп қарап кетіңіздер. Бұл крем өзінің формасын ұстайтындай болып шығады. Және де енді кезекте корждарымыз суығаннан кейін тортымызды жинап бастаймыз. Міне біз сыртына барлық жеріне кремді жағып алдық, енді бетін әрлейтін боламыз. Міне біз осылайынан әрлеп алдық. Енді кезекте 6-7 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа салып аламыз. Тоңазытқыштан шығарып алғаннан кейін кремі коржға сіңіп, әдемі болып тұрады. Бұны осылай туған күндерге жасаса болады. Және де бұл өте жұмсақ кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.